Сәлем достар, сіздермен бүгін Seka KZ және бүгін біз сейф ойын ойнайтын боламыз. Яғни жаман ойын деп айта аламын бекен ойында. Әрине достар, бұл жай ғана ойын, жаман ойын болғанымен жай ғана ойын. Себебі дейтін бүгін біз үйлерге ұрға түсетін боламыз достар. Үйдегі қымбат заттарды алып сататын, ломбардқа тапсырып сататын боламыз достар. Сөйтіп ақша табатын боламыз. Үйдегі қазір көреміз достар, бізге мына жаққа барып қарайын, задание алып тастайын. Мынандай компьютерім бар, мынау менің үйім достар. Үйді бір көрсетіп шығайын. Мынау менің аулам, мынау көлігім. Мынандай үйім менің достар. Үйдің ішінде мына жақта мынандай заттар бар. Мына жақта менің нелерім бар, шкафым бар, ішінде заттар салуға болады. Мына жерде менің жұмыс жасайтын орным, яғни темір бірдеңелермен жұмыс жасаймын. Мына жақта көлікті көтеріп бірдеңе жұмыс жасайтын жер тұр. Мына жақта компьютер бар, мына жақта мен задание аламын. Мына жақта ұйықтаймын. Мына жақта ноутбукте біз телефон бірдеңе үйлерде ұрлайтын болсам, достар, осы жерден взломать етемін телефонды, либо ноутбук, телевизор бірдеңе взломать етіп, хакерствомен айналысам осы жерде достар. Мына жерде компьютерде мен көреміз достар, ішіне кірейік, ішінде сайт бар. Мен ломбардқа, мысалы телевизор бірдеңелер ұрлаған кезде ломбардқа барсам, ломбард алмасам, мына жерде сайт бар, мен Black Buy дейтін, осы жерден сата аламын, мен сайт арқылы сатуыма болады. Және мына жерде мен заказ бере аламын, Алиэкспресте, Қытайдан мынандай заттар бере аламын. Мынандай отвертка, фонарик бәрін сатып аламын, заказ беріп, наушник, керек заттар бар мына жақта достар. Міне достар, ноутбук для взлома дейді. Мынандай фонарик, керек заттар, мынау сайт. Мына жерде мына үйді 111-ші үйді улицадағы 111-ші домды ұрлауға тапсырма шықты. Мына жерде тапсырмалар шығып тұрады достар. 110-ші байкері дейтін, разбейте посуду дейді, посудаларды сындырыңдар дейді достар. 110-ші үйге барып көрейік қазір. Мына жақта задание шығып тұр. Машинге мінейік, көлікке. Так, есігін ашамыз. Кеттік достар, 110-ші үй. Улица Гринвью дейді. Гринвью көшесіне достар, Гринвью көшесінде 110-ші үйді іздеп табу керек бізге достар. Так, 110, 110 сол жақта, ол картада көрініп тұр. Так, кеттік 110-ші үй бар екен, ол жерде нелер бар екен. Так, көшеде адам аз ғой, что-то бізге жақсы ғой адам аз ғой. Так, мына жерге көлігімді қойайын. Өстіп парковать етейін. Так, 110-ші үй қайда? 110-ші үй, мынауыншы 109 мынау шығар достар, 110-ші үй. Так, мынау анда сары зат шығып тұр ғой, осы шығар. Қалай барсақ болады? Яқтан секе алмаймыз, мынаумен бұза аламыз ба? Жоқ, мынаумен бұза алмаймыз достар. Онда алдынан барайық. Так, мына жақта адамдар жоқ қой да, мына жақта бір адам келатыр. Кіре аламын. О, есік ашық тұр ке достар. Жайлап барамыз. Так, 110. Мынау осы 110 екен. Так, есігі жауып тұр. Сындыра аламыз ба? Жоқ, біз алмаймыз екен. Так, қайық бару керек бізге? Жақтан секіре алмаймыз қазір. Терезесінен кірсек болады достар. Міне достар, кірдім үйдің ішіне. Так, бізге қайда бар деп тұр. Мынақта не бар? Разбить посуду дейді ол. Убрать. Так, мынаны алдым. Мынақта нелер бар, қарайық достар. Мынақта дым жоқ, жабамыз. Мынақта, ақша. 15 доллар. Так, ботинке керек емес. Бізге сасып отыр ғой ботинке, не істейміз сасып отқан ботинке. Так, адам кетқан жоқ екен. Так, мынақта қарайық. Ақша жатыр тағы. 15 доллар жатыр. 15 доллар. Мынақта не бар? Убрать сумку, так, посуданы алдық. Тағы қандай заттар аламыз? Мынақта не бар? Керек. Аламыз, керек заттар бізге. Так, ломбардқа апарып сататын боламыз. Мына жерде не бар? Астынан бастап барайық. Жоқ, ештеңе жоқ. Мынақта да ештеңе жоқ. Так, болды ма? Мынақта машина парковка. Менің машинамы күдіктеніп отыр достар. Полиция ищет вашу машину. Ё-моё. Қаш, тез шық. Ё-моё. Менің машинамды басқа жерге қоюым керек.
Так. Йо, жаяу қашып кетейін мен. Машинаны тастап. Йо, енді қалай кетсем болады мынаяқтан. Так. Қаштым. Ё-моё, машина мені біліп қалды. Қашайық тез достар, қашайықшы тез. Ё-моё. Машинамды артына қойым көреді үйдің мен. Йо, қаштым ломбардқа. Үйге барайықшы. Так, үйге қашып кеттік. Я, достар, қашып үлгердік. Ешкім ұстаған жоқ бізді. F деген қандай екен, маған аз берді ғой. Я, біліп қалды ғой машинамды. Так, достар, біздер мынаяқта бізді кәне ұрлағаннан қарайықшы. Предметы дейді. Мына жерде өзімдікі добыча, міне чайник бар екен. Біздер достар, біздер андай ақ чайник ұрлаппыз. Сосын не алдық, жаңа асығыстық болып не ұрлағанын да ұмытып қалдым ғой, білмей. Бәрін тек сумкамен сала бердім. Мынандай кастрюль ұрлаппын, достар. Сосын старый тостер дейді. Мынау андай ішіне 2 нан салатын ғой, достар. Нан салып сэндвич жасайтын ғой. Сковорода дейді, я, дұрыс. Так, енді достар, мынаны ломбардқа апарып сататын боламыз. Так, кеттік ломбардқа барайық. Ломбард неше теңгеге сатады екенбіз бәрін. Так, ломбард керек бізге. Достар, жаңа машинаның есіктің дәл үйдің ұрлайтын үйдің алдына қойыппын ғой мен. Достар, басқа жерге қойым керек, я. Біліп қалды басқа адамдар, мына чужой басқа машина ғой, мынау иесінің машинасы емес қой деп. Так, мына жерде чайник $8. Неге арзан? Сонда $8 үшін. Жарайды, достар, сата берейік. Мынау $3 екен вообще, мынау $8. Болды, так, $150 бар бізде, достар. Енді так, тағы заданиеға барайық. Тағы қандай задание берер екен. Так, домой, үйге өтеміз. Мана, так, қазір өзімнің компьютеріме барайын. Так, компьютерімде мынаяқта мынандай заттар, ладно, калькулятор, оны қоя тұрайық. Надо дело разбить и посуду. Почему? Неге мынандай болып тұр? Мен, достар, түсінбей тұрмын. 113 үйге бардым. Посудыны шағыңдар деп тұр. Мен посудыны қалай шағамын ол жерде? Мен түсіндім, достар, по-моему, ұрып бәрін несеу керек сияқты, қирату керек сияқты. Жаңа жерге барып қарайыншы мен, 113 үйге. Кеткен шығар милициялар. Тұра береді дейсің ба? Көшеге шығайық. 113 үйге орамыз, достар, қайтып. Бәрі кеткен шығар. Машин көлігім, достар, мына жерге қойыншы, тығылып тұрады жерге. О. Так. Мына жерден андай шығып тұр. Мынаны бұзыңдар деп тұр ғой. Жоқ, мына 109 ғой, мына 110 үйге бару керек мен. Так, кіріп кетейін, ешкім көрмей тұрғанда. Ал, мына жерге келдім. Енді ашылмай тұр ғой, достар. Так, шағайын, ашайын, кірейін. Енді посуданы шағыңдар дейді. Мынау неге, достар? Посуда шағылмайды ғой мынаяқта. Мына жерге кел деп тұр ғой бізге. Ал. О, енді орындадық, достар. Так, болды ма, достар? Бәрін шақтық. Енді мыналарды алайық, тағы ұрлайық, достар. Мынаяқта ақша бар еді ғой, ақша жоқ қой. Мына қайтып сататын боламыз, ақша көп болатын болады. Так, мынаяқта ештеңе болған жоқ, жаңа біз ашқан кезде. Мынаяқта қарайын, тағы адам кетқан жоқ қой, бір дауыс шықты ғой есіктен. Иесі кетқан жоқ қой бұл үйдің. Ештеңе жоқ. Алайық, мынаны алайық. Так, болды ғой, кеттік, қаштық. Ешкім келмей тұрғанда қашып кетшікші, достар. Хозяин келіп қалуы мүмкін, үйдің иесі. Қашып кетейік, кеттік. Мына үйге керекші. Мына үйде не бар? Мына үйде хозяин жоқ шығар. Мына үйдің иесі жоқ шығар деп ойлаймын да. Мына үйге кіріп көрейік. Так, фонарь жағайын. Ешкім көрінбейді атау. Не бар? Мынаны алайын. Так, сковородка. Мынаяқта не бар тағы? Сковородка. Менің затым сумкам тоққалы тұрса кеттік, жарайды.
кеттік. Мына шақпасам да ашылатын еді, шақпен. Жарайды достар, кеттік. Қаштық. Үйге барайық. Үйге кеттік біздер. Біреулер көріп қалмасын тағы жаңағыдай. Ол жүрші іште машинасында жүріп болмайды екен. Ертең көп заттар ұрлап жақсы машина сатып алмасам тез жүретін. Милициялардан қашып кететін. Так, біздер үйге барып қарайық бірінші. Сосын ломбардқа барамыз. Оттық. Жақсы орындаппыз достар. Жақсы заданияны орындаппыз. Кетікші біздер бірінші ломбардқа барып келейікші. Задания алмастан бұрын. Сумкам толып тұр ғой, 200 долларға дейін бар екен ақша ішінде. Не затты алады, не затты алмайды екен, көрейік қазір. Чайник сатамыз. Все, бәрін алды. 238 доллар бар бізде достар. 238 долларға не затты не түсер екен. Тағы заданиялар орындайды, көреміз. Домой, үйге барамыз. Так, енді қандай задание берер екен бізге, қандай тапсырма берер екенсің маған. Көрейік қазір. Так, мынау бітіпті ғой. Задание мынаяқта не береді. 111-ді тонайық достар. 111-ші үйге баратын боламыз. Так, бізге не керек, ештен керек емес шығар пока. Әзірше ештен керек емес деп ойлаймын. Так, бізге ештен әзір керек емес. 111-ші үй достар. Так, көшеге шығайын. 111-ші үйге баратын боламыз достар, ішінде заттар ұрлайтын боламыз қазір. 111-ді іздеп тұр. 111 манағы ғой достар. 109-дан 110, сосын арғы шеттегі 111 болды ғой достар. Мен онда қазір көлігімді мен мына жерге қоймайын достар. Кеш ал манағыдай тағы біреулер көріп қалып милиция шақырып жіберер. Міне 111-ші үй. Қазір мен көлігімді қоятын жер тауып алайыншы достар. Тығылып шөптердің арасына ма? Ой, 90 қашан ақшаң азайып кетті. Так, мына жерде жарайды да, осы жақта міне алмаймыз да достар. Так, онда алдынан баратын боламыз достар. Үйінде адам бар ма екен, жоқ па екен? Үйінде адам жүр. Мынаған қалай ұрлаймыз онда заттарын? Мынаған қалай баратын боламыз достар? Мына жерде зат тұр, как ойыншы, жақта бірдеңе тұр, бар болады сияқты. Жоқ. Ё-моё достар. Так, мынаны қалай ұрлаймыз енді? Известный наверх старый легкий заман есігін бұза алады екенбіз достар. Жауып қойып. Бірдеңе байқап тұрған сияқты ғана. Мынаны қалай ұрамыз енді достар? Ішіндегі заттарды қалай ұрлаймыз? Неше бөлме вообще мынаның өзі? Арғы есіктен кірсек. Так, мына жақта жүр да қыз. Ой, мына жақта бір адам отыр. Ё-моё. Мынаны қалай енді ұрлайтын боламыз достар, ішіндегі үйдегі заттарды? Театр шығайықшы, есік қайқиды. Бізде есік бат. Милиция шақырып жібермесін деп қашықшы бұл жерден. Достар, бұл үйде адам бар. Кәдімгі үйге барайыншы. Үйге барып, адамдар қашан кететінін біле аламын ба екен үйіне? Үйден кетпей ме екен вообще? Үйден кетіп қалса жақсы бар еді, үйінде жоқ кезін пайдаланып, тек кіріп заттарды алатын. Так, қазір мына жерден компьютерден қарайыншы мен нелер бар, не жоқ вообще. Так. Мынау сататын, мынау пока известно. Забор 109. Мынаны істедік қой біздер достар. Неге енді орындалмай тұр? Мен бір обой. Так, ну ладно, так, 109 бен 111 шығып тұр бізге достар. Мен 109 арқылы бара аламын ба екен, мен көрейікші достар. Так, или біздер неше сағат неше болды? Так, 12 жайт кешке болып қалыпты.
Түн болып қалды, біздер ұйықтап алайық. Таңғы 7-ге дейін ұйықтап алайық. Так, ұйықтадым. Таңғы 7-ден кетті сағат. Так, кеттік. Ана 2 адам кетер ме екен? Таң атты өзі достар. Мүмкін олар түнде үйде болады да, күндіз үйде болмайтын шығар. Сол себепті күндіз тонауға тура келеді бізге. Так, мына 109 арқылы бара аламын екен. Көлігімді көрінбейтін жерге. Әдемі көлік кетіп жатыр. Ауди кетіп жатыр. Так, мына жаққа көрінбейтін жерге қойыңызшы көлігімді. Мына үй арқылы баратын сияқтымыз біздер достар. Мына үйдің ауласы арқылы бара аламыз екен. Жоқ достар, бара алмайды екенбіз. Мына жерге кел деп тұр. Келдім мына жерге. Болды достар. Мен ол кілтті қазір үйге барайық біздер, мен түсіндім. Маған кілтті сұрапты, 109 үйді мен толықтай тонамаппын. 109 үйде мен ойнағанда 109 үйге кірген болатын, ішінде заттарды алып, ішінен бір кілт алған болатын достар 109 үйде. Сол кілтті мен үйге шкафыма апарып қойып едім. Оны алып келейін достар. Сол кілт керек болып тұр бізге. Сол кілтпен ана үйге 109 үйден бірдеңе істейтін болып тұрмыз достар. Шкафтың ішінде кілт міне жатып кілтім. Алдым. Енді жаңа үйге оралайық. Так. Ға былай бара аламын ба? Орманның ішімен. Так, соқпаймыз. Соқсақ ремонтқа ақша алып кетеді менен. Қашуға ыңғайлы қылып қояйын. Қашып кетуге. Артына ашып қояйын. Артына бірдеңе салу керек болып жатамыз. Так. Енді мен кілтім қайда? Так, кілтім қаяқта? Аша алатын шығармыз енді. Енді аштық достар. Енді не істеу керекпіз? Қыстырып қалдым ғой. Так, мына бірдеңе жаса деп тұр. Ана жаққа бар деп тұр. Не болды? Мен түсінбей тұрмын что-то достар. Мына жерге кел дейді. Допустим, ящика дома никого нет. Мына жақта ящик бар ма? Мен ящик көріп тұрған жоқпын достар. Так. Ящик лежит. Запасной ключ от двери ящика. Подтверждение. Так. Мына керек заттарды көрейікші достар. Тағы бірдеңе алмай тұрған шығармыз біз. Тағы бірдеңе ұрламай тұрып. Мына жақта, так достар. Мынаның кілті шығар онда бізге. Сейф. Ақша. Так. Мына жақта да ақша. $15 керек болады бізге. Болды ма? Так, мына жерде болған сияқты мусорды, үйдің ішінде мусор тұрып лақтырмаймын екен мусорын. Так, жарайды достар. Мына жақта не тұр? Кастрюль, мынандай тұр тағы да. Так, болдық, бәрін алдық. Енді не істеу керек? Бәрін алған сияқтымыз сіздер. Мына жақта бірдеңені көрсетіп тұр ғой тағы да. Не көрсетіп тұрғанын түсінбей тұрмын достар. Взлом замков. Аштық қой оны. Есігін аштық. Отмычка керек та, бізге отмычка сатып алу керек екен достар. Так, болды ғой, енді басқа не зат. Барлығын тонадым. Үйдің сыртын қарап шығайын. Ештеңе жоқ. Аша алмаймын. Мына жаққа кел деп тұр. Түсінбей тұрмын, неге мына жаққа кел деп тұрған. Мына жерде бірдеңе бар ма екен достар? Бірдеңе бар ма мына жақта достар? Так. Ішін бәрін қарадық. Кеттік достар. Давай. Үйге барайық. Бәрін алдым, неге болса достар. Ештеңе ұмытқан жоқпын. Орманның арасымен жүрейік, ешкім көп қалмау керек бізде.
үйге барайық. Орындадым бекен, орындамадым бекен. Орындадым, дұрыс екен достар, иә. Жақсы орындаппын. Енді біздер ломбардқа барып сатайық жаңағы заттарды. Сосын заданияға оралатын боламыз. Так, ломбард керек бізге. Welcome back. Сатамыз бәрін. Рахмет. Есің жауып кетейін. Так, $277 достар. Ақшамыз көбейіп жатыр жайлап. Мына жерде сосын машин запчастың жері бар екен. Машинның запчастарын ұрласам сататын жері бар екен достар. Так. Енді не керек бізге? Тек 111 үйді ұрла демештік. 109. Надеюсь, старых хлебкой замок. Мына жақта үйде адамдар бар ғой, оны қайдан білем мен? Мына үйде заттарын сатып алу керек. Оны сата алмаймын, оны сатып алмаймын. Так. Басқа көшеге кіре аламын ба мен достар? Оны қалай істеуге болады? Жоқ, бір көше екен тек. Старый телевизор немало. Мына жақта телевизорды ұмытып тұрған сияқтымын достар, запасный ключа. Мына жақта телевизор, так қарайыншы, үйінде телевизор болды ма жаңа менде? Болмаған сияқты еді ғой телевизор. Телевизор болмаған сияқты еді қазір. Қарап көрейікші достар. Телевизорды ұмытып тұрғансына задание орындалмай тұр дұрыстап. 109-ға орманмен барайық, жаңағыдай көлігімді біліп қалар, ато. Осымен барғаным дұрыс сияқты. Ё-май, $2 алып кетті. Так. Қаратып қойып ыңғайлы. Айласайын, телевизор болу керек жақта. Есігінен кірейікші. Адам тұр. Телевизор, ескі телевизор дейді бұл жерде. Ескі телевизор жоқ достар, ескі телевизор жоқ қой бұл жерде. Достар, мен қазір қарайын, түсіндім. Қазір 109-шы үйге барайыншы, қайтып басам. Туыны не? Қайта $2 ремонт деп. 109-шы үйге барайыншы, қазір көрейік. Ішінде не болу керек қой? Ішінде телевизор болу керек. Менде что-то неге екен білмеймін. Менде телевизор болмай тұр. Телевизор міне тұр ғой. Енді болды міне достар. Маған телевизорды ұрлау керек болатын. Так, есік ашылды. Мынаяқтан кілтті алайын. Ненің кілті екен? Үйдің сыртындағы кілт екен достар. Так, мынаяқтан сейфтен ақшаны алайын. Мынаяқта не бар? Ештеңе жоқ. Ақша басқа заттарды телевизорден бөлек басқа нәрселерді алып алайын достар. Сататын боламыз ғой. Так, мынаны аламыз. Бәрін алып кетейік. Так, мынаяқта не бар еді? Мынаяқта ақша жатыр ғой. $30. Енді жайлап телевизорды алайық. Так, мынаны багажникке саласын дейді. Білдікті есігін жауып кетейік. Кеттік достар. Машинның багажына салайық. Так. Салын шеш. Кеттік достар. Телевизорды алдық. Главный. Жолмен барайық. Беспалево барайық жолмен достар. Артта ешкім жоқ па? Машинаның алдын қараң достар. Алдын жаман жоқ қой капот. Үйге барайық. Заданияны орындадық. Так. Енді I see you got my screen. Go to Black Bay. Міне достар, телевизорды сайтпен сататын болам достар. Мана айттым ғой, Black Bay'дан сайтпен сату болады деп. Кубок телевизор қайда? Другие, так, басқа зат, электроника, старый телевизор продать. Саттым достар. Қазір мынаяқта не шықты? Так, достар.
саттым. Достар, біздерге келесі үйге ұрға түсу керек болады. Достар, келесі үй біз қараймыз. Қазір 111 үй екен келесі, достар. Бұл 111 үйді білесіңдер ғой, достар. Мана білесіздер ма? Екі адам жүрді ғой ішінде, соның қасынан өтіп, білдіртпей, тығылып, заттар ұрлау керек боламыз, достар. Келесі видео қызық болады сияқты деп ойлаймын, достар. Сол себепті осы каналға астында подписаться кнопканы басамыз міндетті түрде, және лайк пен комментарияны ұмытпаймыз, достар. Ол маған өте маңызды. Сол себепті, достар, келесі видеода кездескенше